күйіздер соны әртүрлі тамақтар шығарады. Вэнстан дейді, Фанжи дейді, бірақ соны күйіз ұлттар. Шинжаңдағы кезектегі сапарыбыз Мури Қазақ автоном уезіндегі Данангу өзбек айылынан уланды. Данангу Қытайдағы жападан жалғыз өзбек айылы болып саналады. Ал айылда негізінен өзбектер жашашады. Андан башқа қазақтар, қытайлар, бираз қырғыз жана аз санда туңгандар бар. Айылдын өзгөчөлүгү жашаган улуттун баары ынтымакта турмуш кечиришет. Маданияттары бири-бирине ушунчалык жуурулушуп, өзүнчө бир орток маданияттын очогуна айлангандай. Негізінен біздің енді бұрын солагы біздің өшеде отырған бәрәгі ұлттықтар ғой. Кезінде сол біздің басқа ауылдан тұтыранды бүйтіп қоныстаған. Әсіресе біздің мына өзбек ауылы, өзбек ұлтымыз тағайшы соңйипа нен кезінде Алтай жақтан бері қарай көшіп Морибен Штейдің маңайынан қоныстаған. Артынан солы 1987 жылда бастап, өшірегі рәсімет түсіп, үйде өздігіне үйге салып отырып, содан кейін отыр қалған ғой. Ақырын бірден там келе жатқан осындай бір ауыл. Әдетте біздің ауылымыз мал шаруашылықпен шұғылданады. Мал шаруашылық. Біздің ауылымыздың ішінде мысалы айтқанда, әзірше бауан қойымыз бар. Ұсақ мал дейміз ғой. Бауанды 80 мыңдай қойымыз бар. 4 мыңдай сиырымыз бар. Осындай негізінде мал шаруашылығымен шұғылданады. Одан кейін бізде егістіктер де бар. Егін де салады. Соңғы жылдары улуттук айылдарга болгон мамлекеттин көмөгү арбын болуп, айыл кыштактардагы жашоо бир кыйла жакшырган. Айыл эли саякатчыларды тосууда дагы жакшы аракеттерди кылышат. Улуттук өзгөчөлүк, баалуулуктарды көрсөтүп, Кытай өлкөсүнүн бардык аймактарынан келген туристтердин кызыгуусун арттырышат. Саяхат немене мынау жолдың бойында жаңа сіздерді көрдіңіздер. Каржин дейді, Миншашан, Хуянли, төмен жақта әлде бірнеше немелер бар. Біздің жолдың бойында біздің бұқарамыз немене ашқана, дүкен деген сияқтар бәрі көптеген нәрсе ашқан ғой. Әсіресе осы 2 жылдың ішінде жаңа да сіздер бардыңыздар Дунфандиянчи, Бейжің Шуанже деген 12 немене чиедер осы жерге түскен ғой. Біздің бұқарамыз малымызды тауға қайырып жүріп, біреуге дайылғып жүріп, одан кейін мынауның ішінде қызметші болып кеткендер де бар. Одан кейін осындай неме десіп қылады, сауда істеумен кеткен. Магазин ашып, дужасын ашып, мужалы ашып деген сияқты. Одан кейін біздің бұқарамыз тағы да бір ерекшелігіміз бар. Жаз болғанда алтын чайдан ондарда малымыз мынау тау жаққа барады, жаздыққа жайылым дейміз ғой. Жайлау жаққа кетеді. Біздің бұқарамыз негізден 5-ші айынан бірінен бастап тауға содан көш кеткен соң, сол жерді кигізді тігіп отырып, содан келген саяхатшылардан сол арқылы өзінің малын сойып отырып пұл табады. Бір семьяда негізден солы бір жылда, бір жазда 50 мың 60 мыңдай пұл табады. Бұл ауылда мектеп, балабақша, бәрі бар. Бәрі бар. Біздің мектепте осы жерде жұмшин шөші бар, оның ішінде Йоуян да бар. Йоуянға кірген баладарды бірақ сол пұлсызға ғана Йоуян оқиды. Бастауыштан бастап бізде жұңғымызда сол ағы жуния Йоуян бар дейміз ғой. Йоуяндан кіргенін бастап чурун бітіргенше бірақ пұлсызға оқытып береді. Одан кейін күнделік тамақтардың өзі бәрі сол өкімет қана көтеріп береді. Баланы есің алдына әкеп берсе болды. Одан кейін міне бұқарадар сыртқа шығып кәсіптенсе, жұмыс істесе, баладар қарайтын адам жоқ болса, сол баладар өзі сол жатаққа жатып мұғалім бір қарайды екен. Жатақта ашып. Эренбек деген қазақ ұлтының бір жігіттің үйі ғой. Әсілі осы біздің қазақтардың ішіндегі бір ақын болатынды. Содан кейін мынау мәңгі қыстақ тұрғындары осындай бір ақын болғандықтан өнеме бір мерекелер болсы бұқарадар өздігінен осы жерге жиналып, осы жерге ән айтып, би билеп, ақын айтып сөйтетінді. Содан кейін біздің немене мәңгінің қыстағы осыны біліп алып, содан кейін артына осындай бір сақина салып берді ғой. Осы кезде қайтеді деші, бұл да сондай ұлттықтардың дәстүрді бүйтіп неғыл жалғастыру үшін ғой. Баладар сол оқудан тарағаннан кейін осының маңайына кеп ылғи істеп үйренеді екен. Ал енді болса, мынау тұрсында Меремектегінің кісінің үйіне барып, осылардың тұрмыс жағдайын бір көріңіз. Келіңіз сіздер қандайсыз, жақсы ба? Сізде соңыңыздар жақсы ба? Бала чақа жақсы ба? Қанша балаңыздар бар? 3 балам. 3 балаңыз бар ба? Балдардың ұлысы қаншада? Баладан үлкені
25-ке келді. 25 жашта бар баланың үлкені. Ең кичүү балачы? Ең кішісі 13-ке келді. Ең 13-ке да? Чоңой эле калыптыр да бары? Жақсысың онда. Келиңиз апай. Не қашық оқып жатыр? Үлкені таш оқып жатыр. Кішісі 8 оқып жатыр. Енді мынау ең кішісі биыл 6-тан сынау беріп қойды. Жоқ, етті көбірек жесең керек. Етсіз болмайды ғой. Біздің ауылымыз қыста біз қыстық соғым өткіземіз. Алыстан ауылымызға кеп қапсыздар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын, басымыз аман, деніміз сау болсын, күндеріміз көңілді болсын. Сіздерде бақ шығар е? Біздерде босақ дейді. Биз айылдагы элдин көпчүлүк бөлүгү жайлоого кеткен кезде келгендиктен, айылдагы азганакай топтун маданий программасына күбө болдук. Уюштуруучулардын айтымында, демеде бул аймакта күзгө мал, шаан шөкөткө толуп калат экен. Бала кезинен үйрөнүп, элге өнөрүн тартуулаган жаштарга күбө болдук. Жөн турмушта өз оокатына тың айылдыктар алыс жууктан киши келгенде ыры менен чайы даяр. Кубаныштын самалы